стюардесса мамандығын тұрақсыз деп айтуға мүлдем келмейді. Өте тұрақты жұмыс. Егер шыдамдылығыңыз болса, өзіңіздің қатты қызығушылығыңыз болса, ол жерде сол жұмысқа деген неге тұрақсыз мамандығы өте тұрақты. Ол сыртқы келбетін қарап, сіз әдемі болып, просто бір жерге ұшып барам деп ойлаудан аулақ болуларыңыз керек. Өйткені сіз кірген кезде ол жерде ожидание реальность болуы мүмкін. Сондықтан да сол жерде көбірек шыдай алмай қалатын кездеріңіз болуы мүмкін. Бойыңыз жетпесе 212 сантиметрға бойыңыз сол жерде тұрады, өзі сондай өлшем. Қолыңыз жетпесе сол жерден сразу сіз қайтарады. Сондықтан да бойыңнан өтіп кетем ау деп ойламай-ақ қойыңыз. Бойды міндетті түрде тексеріп сол жерден. Гемоглобин қыздар сөйтіп төмен болмау керек. Стюардессадан басқа сізге көмектесетін ешқандай адам жоқ борттың ішінде, былай айтқанда. Сондықтан да оларға сену керек, оларды құрметтеу керек деген сияқты ғой. Жасөспірім кезде сізде мүмкіндік өте көп. Сондықтан қазірден бастап көп нәрсеге барып көріңіз. Жаңағыдай өнер жағынан барасыз ба, болмаса білмеймін, аспаптарды үйренгіңіз келе ма, болашақта мүмкін сіз бір оркестрда ойнағыңыз келетін шығар. Сәлем достар, назарларыңызға Жұлдыз подкасттың кезекті эпизодын ұсынамын. Жасөспірімдердің дамуына, олардың өсуіне, тұлға болып қалыптасуына көмектесетін подкаст екенін естеріңізге сала кетейін. Микрофон алдында мен Назира Қасымбек. Бүгінгі эпизодымыздың тақырыбын және қонағын таныстырмас бұрын біздің өткен эпизодтарға бір шолу жасап, көрмесеңіздер көріп шығып, ұнаса лүпіл басып, және пікірлеріңізді де сол тақырып төңірегіндегі пікірлеріңізді білдіре кетіңіздер. Бұл менің де подкастында даму үшін өте маңызды. Ал енді біздің бүгінгі эпизодымыздың қонағы ол стюардесса қыз, яғни бұрын біздің қазақстандық ірі әуе компанияларының бірінде стюардесса болып қызмет атқарған менің құрбым. Сонымен қатар Қытай тілін жақсы білетін, Қытайда білім алған Балауса келіп отыр. Балауса, қош келдің. Қош көрдік, бәріңе сәлем достар. Жұлдыз подкастына шақырған Назираға өте көп алғысымды айтам. Бүгін сіздермен барлық білетін ақпаратыммен, стюардесса мамандығы туралы білетін ақпараттарыммен сіздермен бөлісуге тырысамын. Сіздер үшін пайдалы болады деп үміттенемін. Балауса, саған да рахмет уақытыңды бөліп келгенің үшін. Мен сенен ондай сұхбатқа шақырып жүргенде сен жұмыстан да шығып кеттің, бірақ та бұл біз үшін кедергі болады деп ойламаймын. Олай болса бастайық. Бірінші сұрағым, жалпы енді негізі біз сенімен магистратурада таныстық қой, журналистикада оқып жүріп, сен бакалаврда екі шет тілі мамандығын оқыдың, или шығыстануды? Екі шет тілі, бірақ басты мамандығым шығыстану, шетел филологиясы болды. Бірінші тілім Қытай тілі, екінші тілім ағылшын тілін үйрендім. Сол бакалаврда сол мамандық, магистратура журналистика, сен стюардесса жұмыс істедің да? Сонда стюардесса болу сенің арманың ба еді? Стюардесса болу мен басынан кішкентайдан келатқан арман деп айта алмаймын. Мен сол бакалаврда оқып жүрген кезімде бақытыма орай Қытайдан грант жеңіп Қытайға оқуға бардым. Сол кезде мен бірінші рет самолетқа міндім. Сол жерде сол форма киген қыздарды көрдім, самолетқа отырдым. Сол жердегі қыздардың жұмысын, олардың шаштары, киімдері, униформасына қызығып, сол кезден бастап менде сол ой пайда болды. Менде осындай мамандықты істегім келеді, менде осындай жерде жұмыс істегім келеді деген сияқты ой сол кезде менде бірінші рет пайда болды. Кішкентайынан емес, өте бір үлкейген кезімде өзім соған осознанно бардым. Маған сұхбат берген қыздың ата-анасы да айтқан екен, тұрақсыз, одан да басқа дұрыс мамандықтан да деп. Сен сол көз қарастарға сенің пікірің қандай жалпы? Стюардесса мамандығын тұрақсыз деп айту, сол жағынан. Жалпы бұл қандай мамандық, сол туралы айтып бер. Стюардесса мамандығын тұрақсыз деп айтуға мүлдем келмейді. Өте тұрақты жұмыс. Егер шыдамдылығыңыз болса, өзіңіздің қатты қызығушылығыңыз болса, ол жерде сол жұмысқа деген неге тұрақсыз мамандығы өте тұрақты, оны өте көп жылдар бойы істеп келе жатқан адамдар бар. Мен жұмыс істеген компанияда да өте үлкен, кәдімгі 40 жастағы, 50 жастағы кісілер де істеп жүр. Олар уже старший бортпроводник, сондай болып есептеледі. Олар уже 20 жылда істеп жүрген, 25 жыл істеп жүрген адамдар бар, компания құрылғаннан бері жүрген адамдар бар.
Ол жерде тек қана сіз стюардесса болып қалмайсыз ғой, одан ары қарай өсетін көптеген жолдары бар. Сіз стюардесса болып кіресіз, старший бортсерік боласыз, одан кейін тренер болып кіруіңізге, ауысуыңызға болады. Ол жерде де карьерный лестница бар, өте жақсы. Сол компанияның ішінде сіз өте үлкен дәрежелерге жетіп көтерілуіңізге болады. Сондықтан өзіңізге қызық болса, сол жұмыста ұзақ уақыт істегіңіз келсе, ол жерде де көтерілуге өте көп мүмкіндіктер, өміріңізді өзгертуге өте көп мүмкіндіктер туатын, мүмкіндіктер өте көп. Күшті мамандық дейсің. Иә, күшті мамандық. Жаңа сен айттың ғой, мен ең алғаш ұшаққа мінгенде солардың униформасы, шашы қызықтырған деп. Меніңше сол жасөспірімдерді де стюардесса болуға тартатын сол сыртқы дүниесі да. Негізі бұл мамандықтың негізгі міндеттері қандай, соны түсіндіріп берші. Негізі барлығымыз бірінші сол жұмысты ойлаған кезде бәріміз ойлаймыз ғой, саяхаттаймыз, болды, барып ұшып келем бір жерге, күшті болды деген сияқты. Бірақ бұл мамандықтың өте көп біз білмейтін, басқа адамдарға көрінбейтін қиын жақтары, қиын қыр-сырлары өте көп. Сондықтан бұл жұмысқа барар кезде қыздарға айтарым, өте қалай айтсам болады, терең ойланып, барлығына дайын болып бару керек. Ол сыртқы келбетін қарап, сіз әдемі болып, просто бір жерге ұшып барам деп ойлаудан аулақ болуларыңыз керек. Өйткені сіз кірген кезде ол жерде ожидание, реальность болуы мүмкін. Сондықтан да сол жерде көбірек шыдай алмай қалатын кездеріңіз болуы мүмкін. Сондықтан да барлығын өлшеп барып, ол жұмысқа барып көруіңізге болады. Бірақ тек қана сырт келбетіне ғана қызығып барудың керегі жоқ. Сол ең үлкен мен сіздерге беретін ақылым осы. Сенде жалпы ожидание, реальность болды ма жұмысқа кіргенде? Менде ожидание, реальность болды. Менде сол сияқты, енді бәріміздің ойымыз сол, жаңағындай киініп, самолетқа мініп, жаңа шай тамақ беріп отырады деп елдер ойлайды ғой. Енді менде де сондай болды. Енді басқа елдерді көрем, ой күшті деген сияқты оймен барасыз. Билетке скидка болады. Билетке скидка болады, сөйтіп барам, елді көрем, жерді көрем деп. Бірақ кіргеннен кейін ол жерде әр сіздің қадамыңыз, барлығы ереже, барлығы жаңағындай контроль, бақылаудың астында, ешқандай өзіңіз бір бүйтіп әрекет жасауға ол жерде рұқсат жоқ. Барлығы тек ережемен ғана жасалынады. Енді ол жерде бірінші обучение болады ғой. Барғаннан кейін обучение, мен айтарым, ол өте қиын. Мен үшін қиын болды обучение. 2 айдай обучение өтесіз. Ол жерде үлкен бір қалың кітапты сіз полностью үшін жаттайсыз барлығын. Ол жерде неше түрлі ережелер бар. Ол жерде самолеттің неше түрлері бар. Самолеттің іш құрылысын жаттайсыз. Оның ішінде қандай оборудование болады. Сондықтан оның ішінде қанша нәрсе бар, соның бәрін жаттайсыз. Экзамендар тапсырасыз, күніге экзамен. Сондықтан басқа елге барып тапсырасыз экзамендарды. Сендер Түркияға бардыңдар, иә? Біз Түркияға барып тапсырдық. Басқа жерлерде басқа жерге барып тапсырады. Бірақ ол экзамендер міндетті түрде тапсырылады. Ол экзаменді тапсыра өте алмасаңыз, ол жерден сізді шығарып тастайды. Сондықтан ол оқуға өте мұқият қарау керек. Басында өте қиын болады, информация өте көп. Сізге күніге жаңа мыңдаған информация келіп жатады. Күнде жаңа самолеттар жаттауыңыз керек болады. Күніге жаңа ережелер жаттауыңыз керек болады. Сіз ол жерде адамдарды қалай өмірін сақтау керек екен, медицина жағынан да өте көп білім аласыз. Соның барлығына шыдамдылық керек. Енді кішкене артқа қарай былай қайтсақ, мысалы, мен 20 жастағы қызбын, стюардесса болғым келеді. Мен хабарландыруды көрдім, мысалы осындай авиакомпания стюардесса іздеп жатыр екен. Және ол жерде анандай талап жазып қойған, мысалы, жасы 30-ға дейін, салмағы 55, бойы 180 дегендей. Или қалай? Мен сол хабарландыруда қандай талаптарда жалпы бірінші соны айт. Бірінші сіз авиакомпанияның сайтына кіресіз, сол жерде өзіңізге керекті мамандықты таңдайсыз. Вакансии деген жерден қарасаңыз мамандықтар тұрады, сол мамандықты таңдайсыз. Сол жерде
өздерінің стандарттары, өздерінің ережелері тұрады, қандай критериймен таңдайтын. Ол жерде бірінші сіз 160-160-дан асуыңыз керек бойыңыз, кейбір жерлерде 165-тен асуыңыз керек бойыңыз. Ол неге бой маңызды? Ол жерде сіз самолетта оборудованиялар, адамдарды құтқаратын, самолетта бір нәрсе, бір жағдай болып қалған кезде алдын алу керек, сол жерде оборудованиялар жоғарыда тұрады. Ең бірінші сол қауіпсіздік жағынан бойыңыз сол оборудованияларға жету керек, міндетті. Және ең бірінші бой соған керек. Неге мен қысқа бойым не үшін алмайды деген сияқты сұрақ осы жерден туындаса, жауап осы, сіз қауіпсіздік мәселесіне байланысты болғандықтан бойыңыз ол жерде маңызды. Содан кейін суда жүзе алу қабілетіңіз. Ол неге суда жүзе алуыңыз керек? Өйткені судың төбесінен ұшуыңыз мүмкін, мысалы басқа елдерге ұшқан кезде. Сол кезде енді Құдай сақтасын, енді алдын алу жағынан мәселесі ғой, енді бір нәрсе болып қалған жағдайда сіз адамдарды судан құтқаруыңыз керек, адамдарды судан шығара алу қабілетіңіз болу керек. Сол үшін де суда жүзе алуыңыз керек. Содан кейін 3 тілді білуіңіз керек: қазақ, орыс және ағылшын тілін. Басқа тілдерді білсеңіз, ол әрине өзіңізге плюс. Бірақ ағылшын тілдерін неге білмесем неге болмайды деген сияқты болса, ол жерде сізде жаңағы мен кітап туралы айттым ғой, жаттау керек. Сіз обучение оқу өткен кезде, собеседование өткеннен кейін, собеседованияның өзінде сізде ағылшынша өтеді көбінесе. Сол жерде де сіз ағылшынша білуіңіз керек. Содан кейін оны өткеннен кейін жаңағы обучение кезінде сізде кітаптың ішінде барлығы ағылшынша. Самолеттің жаттайтын нәрселері, ережелердің барлығы ағылшынша. Сол жерде сіз ағылшын тілі міндетті түрде керек болады ол жерде. Содан кейін жұмысқа кіріскен уақытта да бортқа тек қана қазақтар мен орыстар отырмайды ғой, енді басқа тілді білетін адамдар отырады. Басқа сол ағылшын тілінде сөйлейтін көптеген адамдар мінеді дегендей, соларға бір түсіндіруіңіз керек, бір нәрсе айтуыңыз керек. Сол кезде ағылшын тілі керек болады сізге. Содан кейін салмақ қаншалықты маңызды? Салмақ деген мен ешқандай шектеу көрмедім, салмақ деген өзім. Сондықтан да көрмегеннен кейін мен ол туралы ештеңе айта алмаймын. Салмақ мынандай болу керек деген еш жерден ереже көрмедім, тыйым көрмедім. Сондықтан да айта алмаймын. Бірақ бой туралы тыйымды көрдім. Сондықтан да бой туралы айта аламын, бірақ салмақ туралы ештеңе айта алмаймын. Бұл бір сыртқы жаңағы стандартқа сай келу келмеуін қарап алдық, иә. Енді одан кейін хабарландыруға басты, өзінің анкетасын ба, жаңағы резюмесін жіберді. Енді одан кейінгі этаптарды айтып берсең. Резюмені жібересіз, содан кейін сізге хабарлама келеді почтаңызға. Сізге егер келіп жатсаңыз, стандартқа сай келсеңіз, біз сізге хабарласамыз деген сообщение келеді. Сонымен оны ары қарай енді күтуден басқа сіз ештеңе істей алмайсыз. Хабарласқаннан сізге телефон арқылы сұрақтар қояды. Звондаған кезде сізге 3 тілде сұрақ қояды. Ол қатты қиын сұрақ деп айта алмаймын. Бір енді тілді білет деген бір тексеріс қой. Сондықтан сондай сұрақтар қояды. Содан кейін сол сұрақтардан жауап берсеңіз, сізді собеседованияға шақырады уже. Мынандай күні деп, содан кейін сол собеседованияға барасыз. Ол жерде сізді 200 шақты адам тұрады ол жерде есіктің алдында. Сонымен өзіңізге деген ол жерде сенімділігіңізді жоғалтпаңыз, бірақ мыналардың арасынан қалай өтем деген нәрсе болмайды. Әр адам әртүрлі. Мынау қыз точно өтеді-ау деп тұрған адам өте алмай қалуы мүмкін. Мен өте алмаймын точно деген адам өтіп кетуі мүмкін. Ол жерде енді сіздің қолыңызда емес, ол жерде рекрутерлар өздері қарайды сіздің келуіңіз келмеуіңізге. Сондықтан да өзіңізге сенімді болыңыз. Сөйтіп кіресіз, басталады, бойыңызды өлшейді. Бойыңыз жетпесе 212 сантиметрға бойыңыз сол жерде тұрады, өзі сондай өлшем. Қолыңыз жетпесе сол жерден сразу сізді қайтарады. Сондықтан да бойымнан өтіп кетем-ау деп ойламай ақ қойыңыз. Бойды міндетті түрде тексереді сол жерден. Сөйтіп одан ары қарай сұрақтар қояды сол жерде өздері. Сол этаптан сұрақтар қойғаннан кейін 3 тілде сол жерде жауап бере алсаңыз, келесі этапқа өтесіз. Ал ол жердегі сұрақтар қандай тақырыпта болады? Әртүрлі тақырып. Мынау тақырыпта деп точно айта алмаймын, себебі ол жерде точно ештеңе жоқ. Өздері қандай сұрақты қойғысы келеді, сондай сұрақ қояды. Кітап туралы сұрауы мүмкін, өзіңіз туралы сұрауы мүмкін, жұмысыңыз туралы сұрауы мүмкін, опытыңыз туралы сұрауы мүмкін. Енді 3 тілде. Бірақ 3 тілде именно қай сұрақты қоятынын білмеймін, сондықтан да енді қатты қиын бір advanced уровень деп айта алмаймын. Бір upper intermediate
intermediate бір кішкене жақсы білсеңіз сол кішкене жетерлік деп ойлаймын. Сондықтан да қатты бір қиналып үлкен бір уровеньде керегі жоқ. Ең бастысы олардың сөзін түсініп өзіңізді түсіндіре алуыңыз ғой ол жерде маңыздысы. Содан кейін кіргеннен кейін ол этапты өтсеңіз ары қарай тест, 3 тілде тест, қазақша, орысша және ағылшынша тест өтесіз. Ол тест не туралы? Ол тест грамматика бар ішінде, грамматикаға байланысты көбінесе. Одан кейін сондай бір сұрақтар жеңіл, енді оны да қатты ауыр деп айта алмаймын. Одан өтсеңіз ары қарай уже ол кезде де адамдар азая бастайды, көбісі кетіп бастайды, өте алмай қалғандар. Содан ары қарай уже қиынырақ этаптар басталады. Индивидуальный собеседование, групповой задание дегендер бар. Топпен отырып задание шешетін бір сондай бір тапсырмалар бар. 5-6 адам бір топ болып отырады, сізге бір тапсырмалар береді бір қағазға, и топпен отырып сол мәселе туралы әңгімелесесіз, дискуссия болады, бір-біріңіз туралы, бір-біріңізге сол жерден ақылдасасыз, әңгіме айтасыз. Сөйтіп, ең соңында сол тапсырманы шешіп, сол тапсырманы сол рекрутерлардың алдында тапсыруыңыз керек. Осылай біз шештік деп. Енді ол тапсырмалар туралы мен айта алмаймын. Ол жерде де әртүрлі тапсырма келеді. Сөйтіп, ол жерден негізі ең қиын этап сол деп ойлаймын мен. Сонда бар ғой, бұл жерде мысалы 5 адам бір топта болдық, и 4-еу қалдырып біреуін шығарамай или? Ол әртүрлі, 3-ақ адам қалған шығып кетуі де мүмкін. Бірақ қандай критерийға сәйкес келмей қалғанын айтпайды, иә? Оны айтпайды, ешқандай фидбек болмайды. Ол жерде просто сіздің номеріңіз болады, сол номеріңізді айтады. Номер кейбір кезде номер айтқандар кетіп қалатын болады, кейбір кезде номер айтқандар қалатын болды, ол жағын енді білмеймін. Бірақ ең қиын этап менің ойымша сол, өйткені сіз білмей қаласыз ол жерде қандай не бойынша шығып кеткеніңізді. Ал индивидуальный болса, енді өзіңіз білесіз ғой, мен осы жерде минус жібердім, мен осы жерде жауап бере алмай қалдым деп. Бірақ групповой собеседование, групповой тапсырма кезінде ең бастысы жаңағындай конфликт болмау керек. Ол жерде сіз өзіңіздің ойыңызды бүйтіп әркімге бір тығып бүйтіп жоқ менікі дұрыс деп өйтіп қатып қалмау керек. Ол жерде барлығымен келісу керек, өзіңізді кішкене жаңағындай ұстап өзіңізді үйренуіңіз керек сол жерде. Айқайлап ұрсып ешкіммен өз ойыңызды дәлелдеудің керегі жоқ. Сыпайы өзіңіздің ойыңызды айтып, басқалармен келісіп солай үйрену керек. Бұл бір 3-ші ма сондай этап? Бұл 3-ші ма этап сондай. Одан өтсеңіз, ары қарай индивидуальный собеседованияға кетесіз. Индивидуальный собеседование жоқ. Или мен шатасып қалдым, бірақ менің ойымша рөлдік ойын бар еще. Ол қалай сонда? Ол жерде жаңағындай рекрутерлар отырады да, сізге жаңағындай сіз или официант боласыз, или бір сондай ресторанда отырған сияқты бір адамдар келетін сияқты болады. И сол жерде бір рөл береді. Рөл береді. Сіз официант боласыз ба, администратор боласыз ба, сол жерде бір сондай конфликтный ситуацияны шешуіңіз керек болады. Ол жерде де сондай бір қорықпау керек олардың алдында, жылап қалмай, олар айқайлап нәрсе қылса, ол енді өзіңіздің сол қабілеттеріңізді тексеру ғой. Ол жерде сіз өзіңізді қалай ұстайсыз, уайымдап кетесіз ба, жылап кетесіз ба, болмаса сол жерде де өзіңізді ұстап сөйтіп өтуге тырысу керек. Бұл қай тілде болады? Бұл сен қай тілде өттің? Мен орыс тілінде өттім, бірақ енді білмеймін ол қай тілде болатынын, әртүрлі шығар ол да. Одан өтсеңіз, одан кейін индивидуальный собеседование, final интервью деп айтылады. Ол жерде жаңағындай екі рекрутердің алдында отырасыз, барлығы сізге сұрақтар қояды, ол жерде сіз жауаптарыңызды бәрі жазып отырады. Ол жерде де 3 сұрақ қойылады. 3 сұрақ емес, 3 тілде сұрақтар қойылады. Бірақ көп сұрақ қойылады деп айта аламын. Ең бастысы, ең соңында шаршап, болды мен шаршадым, өткізбесеңдер қойыңдар деп өзіңізді бүйтіп тастап жібермеу керек. Жаңағындай қатты енді давление болуы мүмкін ғой ол жерде. Күні бойы сіз шаршай, ол кезде сіз азында 8-де келсеңіз, final интервьюға жеткенше уже кешкі 7 болуы мүмкін. Сіз ол жерде әрине шаршайсыз, уже болды кеткім келеді деген сияқты ойда болуы мүмкін, бірақ ол жерде берілмеу керек. Ең бастысы
сөйтіп ең соңына дейін шыдап барған кезде соны өтуге енді тырысу керек. Сол final интервьюда енді барлық тілде сізге сұрақтар қойылып жатады, сіз жауап беріп жатсыз. Ең бастысы сол енді дұрыс жауап беруге, өзіңізді ұстауға, өзіңізді контролировать етуге сөйтіп тырысу керек. Соңғы түйенің жүгі ауыр дейсің ғой. Иә, соңғы ауыр этапты енді өзіңізді бақылап сөйтіп өтуге тырысыңыз деп айтқым келеді. Бұл соның барлығын бүйтіп осыларды есептегенде как-то бірінші деңгей, бірінші этап осы болып тұр ғой, иә? Одан кейін уже жаңа сен айтқан кітап бойынша жаттайды дедім ба? Иә, бұл жерден сіз ең соңына дейін осы final интервьюға жеттіңіз дейік, сөйтіп одан өттіңіз, үйіңізге қайттыңыз, сізге айтты жауабын айтамыз деп. Сонымен сіз бар уайымыңызбен үйге қайтасыз. Бір-екі күн күтуіңіз мүмкін, одан кейін сізге немесе хабарласады, немесе почтамен жазып жібереді. Или қабылдандыңыз, или қабылданған жоқсыз. Қабылданған кезде сізді тағы да шақырады өздері офисқа. Сөйтіп айтады, құттықтаймыз, өттіңіз, анау сіз қуанышты болып сөйтіп бардыңыз ол жерге. Содан кейін сізге ол жерде әлі обучение басталмайды ол жерде. Сізде VLEC деген нәрсе бар. Врачебно-летная экспертная комиссия деп аталады ол. Ол жерде сіз медосмотр өтесіз. От и до бүкіл денеңізді, бүкіл ағзаңызды ол жерде тексереді, қаныңызды тексереді. Бірақ айтқым келетін ең бастысы гемоглобин қыздар. Сөйтіп төмен болмасын. Иә, төмен болмау керек. Сөйтіп сол жерден бүкіл медосмотрды өттіңіз дейік. Сөйтіп қолыңызға қағазыңызды берді, өтті деп сертификат береді. Ол жерде де сол медосмотрдан өтті деп. Сөйтіп дағы сол кезден бастап сізді уже группаға бөледі дағы, осы күні обучение басталады деп сізді жібереді. Сөйтіп обучениеға барасыз, сол айтылған күні. Содан басталады, сол кітап беріледі сізге, өте информация ойыңызға сол кезде барып басталады. Сол кезде көп адамдар енді жылап, шыдай алмай жатады. Менде де сондай болды. Күні түні ұйықтамай сөйткен ол жерде. Өйткені информация өте көп, оның бәрін сіз жаттап бітуіңіз керек, экзамен тапсыруыңыз керек, өтуіңіз керек. Солай басталады сол жерде обучение. Ол 2 айға созылады дедің, иә? Иә, ол 2 айға созылады. Содан обучение біткеннен кейін? Обучение біткеннен кейін сізге ол жерде де жаңағындай сертификат беріледі, өтті обучениені, міне енді шалады деген. Ол жерде сіз содан кейін жаңағындай тексерілетін рейсқа жіберілесіз. Сізбен бірге өзіңіз ол кезде сразу ұшып бастамайсыз. Сізбен бірге самолетта бірге жүретін, сол жерде инструктор болады. Инструктордың алдында тағы экзамен тапсырасыз сіз. Рейс кезінде ол да сұрақтар қояды сізге. Самолетта өзіңізді қалай ұстайтыныңызды барлығын тексереді. Ол жерде старший бортпроводниктар болады сізді бақылайтын. Ол жерде де сондай бір экзамен, үлкен экзамен болады ол жерде де. Сөйтіп, сол жерден ұшып бастайсыз. Яғни уже жұмысқа ресми түрде кірісесіз. Иә, жұмысқа ресми түрде кірісесіз, бірақ инструктордың алдында да экзаменнен өту өте оңай емес нәрсе. Сондықтан ол жерде де адамдардың, пассажирлардың алдында қорықпау керек, старший бортпроводниктардың алдында қорықпау керек деген сияқты өзіңіз сабырлы ұстап, кішкене қорықпай, дірілдемей, өзіңіздің даусыңызды ретке келтіріп деген сияқты барлық информация жаттаған нәрселеріңізді қайталап, сол жерде қайтадан экзамен тапсыруға дайын болуыңыз керек. Мынандай жағдай бола ма? Жаңағы личный дедік қой, личный интервьюлардан өтесің, обучениеден өттім, медосмотрдан өттім. Содан рейс кезінде инструктордың экзаменінен өтпей қалсаң, онда болды ғой, сен уже қабылданбайсың ғой, иә? Инструктордың экзаменінен өтпей қалсаңыз, енді сізге тағы да шанс беріледі, әрине. Одан өтпей қалсаңыз, әрине сіз шығарып жібереді. Ой, обал, иә? Соның барлығынан өтіп, енді инструктордан аман-есен өтуге тырысу керек барынша. Сол, иә. Жақсы, сен өзің бірінші сол жұмыс күні несінде, инструктор бәрінен өттің, енді инструкторсыз уже жұмысқа кіріскен алғашқы бірінші рейсін. Ой, инструкторсыз жұмысқа кіріскен кезде енді әрине қорқасыз, өте қатты қобалжисыз. Брифинг деген болады, ол жерде сіз жұмысқа келген кезде рейсқа 2 сағат бұрын келесіз. 2,5-3 сағат бұрын даже келіп отырасыз. Сол жерде
старший бортпроводниктар, басқа бортпроводниктар барлығы жиналады, сол жерде брифинг өткізіледі рейсқа байланысты. Қандай рейс, қайда ұшып бара жатсыз, сосын сізді старший бортпроводник ол жерде тағы тексереді. Сұрақтар қояды, сол оқыған нәрсеңізден барлығы, соның ішінен адамдарға қалай көмектесу керек, есіңнен танып қалса не істеу керек деген сұрақтар болуы мүмкін. Сондай денсаулыққа байланысты адамдардың сондай сұрақтар болуы мүмкін, немесе жаңағындай қандай самолетте ұшып бара жатсыз, сіз сол жердегі оборудованиялар туралы сұрақтар болуы мүмкін. Енді неше түрлі сұрақтар, ол жерде де мен айта алмаймын қандай сұрақ қоятын. Сөйтіп старший бортпроводниктан да тексерісінен ол жерде өту керек. Ол жерде де көп адам тоқығаннан көп нәрсені ұмытып қалып жатады. Ол жерде де ұмытып қалуға болмайды мүлде, немесе сізді рейстен шығарып тастайды. Ол да өте үлкен проблема болады. Сондықтан ол жерде өте көп шыдамдылық керек, есте сақтау қабілетіңіз күшті болу керек. Сен ең бірінші рейсінде қайда ұшқан едің? Ең бірінші рейсімде мен Қазақстанның арасында ұшқанымыз есімде. 4 рейс болған. Меніңше Алматы, Қызылорда, Алматы, Шымкент, Алматы ма, сондай рейс болған менің ойымша, бірақ точно айта алмаймын. Сонда бір шыққанда солай? Ол же солай 4 рейс болады, өйткені аралары жақын ғой. 1,5 сағаттық рейстер, сондай, сондықтан сіздер күніне 4 рейс орындайсыз сонда. Егер ұзақ жаққа ұшатын болсаңыз, например, 5 сағаттық жерге, онда сізде 2 рейс болады. Алматы, мысалы, Кутаиси, Алматы деген сияқты, сондай. Түсінікті. Сен не сезінген едің алғашқы рейсінде? Қорқыныш болды, өте үлкен қорқыныш болды, толқыдым әрине. Менде де жаңағындай тілім бұратылып, жаңа не айтып жатқанымды білмей, старший бортпроводниктің алдында да солай өзімді толқып, қорқып көрсеткенім бар. Әрине, онда енді бәрінде болды деп ойлаймын. Менде ғана емес, бәрінде болады. Бірақ енді осыны тыңдап отқан қыздарға айтарым, олай істемеңіздер, ол өте дұрыс емес. Өйткені енді бірінші впечатление деген болады ғой. Сіз бірінші адамға қалай көрінесіз, ол солай сіз есіне сақтап қалады ғой. Сондықтан ол жерде толқымаңыз, қорықпаңыз, солай өзіңіз сенімді ұстап, бар білгеніңізді дұрыстап айтуға тырысу керек. Мен өте қатты қорықтым, толқыдым. Пассажирлардың алдында да өзімді сондай бір қалай айтсам болады, сенімсіз көрсеткенім бар. Бірақ енді ол уақыт өте келе әрине оның бәрі түзелетін нәрсе. Бірақ бірінші рейсте әрине ол толқу міндетті түрде болады. Ең есінде қалған рейс қандай, және ол сен есінде несімен қалды? Бір Стамбулдан келе жатқан кездегі рейс болған. Ол жерде жаңағындай кішкентай бала мен мамасы мінді. Енді сол түрік елінен адамдар сөйтіп енді Қазақстанға келді, Стамбулдан Алматыға. Басқа тілді білмейді олар. Сөйтіп ағылшынша айтайын десем, не ағылшынша түсінбейді. Қазақша сәл-сәл енді бүйтіп сөйлейтініміз бар, бірақ оны да сәл-сәл бүйтіп бір-бірімізді сөйтіп қатты түсінбедік, бірақ солай жесттармен дегенше бір-бірімізді түсінісуге тырысып жатыр. Бірақ ең соңында бізде енді тамақтар өкінішке орай жетпей қалғаны бар. Ондай жағдайлар болып тұрады. Сонымен ол кісінің баласы қолында бар, ол кісілерге тамақ жетпей қалады. Қолында баласы бар, өзін емізеді. Сөйтіп менің жаным ашып жаңағы кісіге енді қайдан тамақ тауып берем бұл кісіге деп уайымдағаны бар. Аспанда Сөйтіп өйткені енді ол деген авиакомпанияға да кішкене бір жаман әсер қалдырады дегендей, тамақ жетпей қалды деген сияқты әңгімелер жүреді. Сондықтан да қалай жөндесек болатын ситуацияны деп қатты уайымдап ойлап жүрмін. Ана кісі аш қалды ғой, баласы аш қалды ғой деп енді уайымдап сөйтіп, сосын есіме түсті, мен өзіміздің тамақ бар ғой бізде, енді экипажға берілетін. Сонымен енді амал жоқ, сол кісіге соны ұсындым, айттым, енді осындай балаңызға болса, аллергиясы болмаса, енді аллергия болатын, ол жерде картошка пюресі болды, картоп пюресі, қасында тауықтың етімен болды. Енді айттым, жей алады ма балаңыз, жаңағындай, или өзіңіз жеңіз деген сияқты сөйтіп ұсынғаным бар. Сөйтіп ол кісі сосын өзімнің нанымды, сэндвичімді беріп, сөйтіп сол кісі кішкене риза болсын, әйтеуір балалар аш қалмасын деп сол жерден сөйтіп ең соңына дейін сол кісі маған рахметін айтып,
маған жаңағындай қалтасында бір кәмпитін беріп сөйтіп ең соңына кетіп бара жатқан кезде старший бортпроводникқа да осылай рахметін айтып маған көп көмектесті деп сол жерде өте қатты өзім риза болғанмын. Сондай пассажирлардың негізі рахметтерін естіген кезде сол кезде сіздің жұмысқа деген қызығушылығыңыз, махаббатыңыз одан сайын артады. Сондықтан да сол рейс мен өте қатты ерекше есімде қалды. Өйткені сол рейстен кейін мен сол жұмысқа қайта қызығушылығым оянып, мен барғым келіп сөйтіп сондай сол кез есімде. Сол үшін де қатты есімде қалды сол рейс. Жалпы сол жолаушыларға берілетін тамақтың көлемі дегенде оны да сендер есептейсіңдер ме, әлде ол басқа департаменттің жұмысы ма? Жоқ, оны біз есептемейміз, оны бізге алып келеді. Қанша алып келетінін енді біз әрине санап аламыз, бірақ ол жетпей қалуы да мүмкін. Себебі енді адамдар бір адамға есептелетін нәрсені мысалы 2 адам алуы мүмкін деген сияқты ғой. Енді ол жерде тамақ санын біз есептей алмаймыз. Бізге қанша алып келіп береді, біз соншаны қабылдап аламыз, болды. Өйткені басқа жақтан алып келеді, ол кейтеринг деген адамдар бар ол жерде. Жаңағындай компания ол да тамақ самолеттарға, авиакомпанияларға тамақ предоставлять ететін компаниялар бар. Олар бізге қанша алып келіп беретінін біз білмейміз. Сөйтіп қанша бізге алып келіп береді, біз соны алып ұшып кетеміз уже болды. Түсінікті. Жаңа сен адамдардың, жолаушылардың жылы махаббатын сондайсын айттың ғой. Енді қандай жекеге тиетін жолаушылар болады, сонда айтшы. Жекеге тиетін. Мысалы бізде енді жолаушылап жүреміз ғой, бәлкім бір қателік істейтін шығармыз, бірақ ол шынымен де стюардессалар үшін, бортсеріктер үшін солардың көңіліне тиетіндей бір қандай әрекеттер? Ол сізді бір міндетті деп санайды ғой, андай бір қызметші ұқсап жұмсап, болмаса бір ауыр сөздер айтып, сен кімсің, сен де официанткасың ғой деген сияқты сөздер болады. Ол жерде енді официантка емес, көп адам айтып жатады ғой, стюардесса деген аспандағы официантка ғой деп. Енді ол жерде әрине официант дегенде жаман жұмыс деп айтып жатқан жоқпын, бірақ ол жерде әркімнің енді қызметтері әртүрлі ғой, жауапкершіліктері әртүрлі. Ал бұл жерде стюардессаның жұмысы өте, қалай айтсам болады, адамдардың өміріне де байланысты ғой. Бұл жерде бір қауіпті жағдай болып қалған жағдай болса, сол адамдардың барлығы стюардессаға тікелей байланысты ғой, оның өмірінің қалай сақталып қалуы. Болмаса бір талып қалған болса да солар құтқарады деген сияқты. Ол жерде олардың жауапкершілігі өте көп. Сондықтан да ол жерде стюардессадан басқа сізге көмектесетін ешқандай адам жоқ борттың ішінде, былай айтқанда. Сондықтан да оларға сену керек, оларды құрметтеу керек деген сияқты ғой. Енді докторға барсаңыз да, сіз докторға барып сіз ауыр сөздер айта алмайсыз ғой, оны сыйлайсыз сіз доктор деп. Ол да стюардесса да сондай бір жұмыстың бір түрі ғой, бір түрі. Ол жерде де олар көп еңбектенеді, көп білім алады деген сияқты. Оны алып келе салып жұмысқа ешкім кіргізе салмайды бірден. Жаңағы айтқанда өте үлкен обучениеден өтеді, өте үлкен дайындықтан өтеді. Сондықтан да олай бағасыздандырудың керегі жоқ деп ойлаймын. Құнсыздандыруға болмайды. Есінде қалған андай рейстер бар ма, андай бір төтенше жағдай болып қалып деген, сен болған рейстерде сондай жағдай болды ма? Төтенше жағдай дегенде адамдар есінен танып қалған кездер болған. Бірақ енді Құдай сақтасын, одан артық бір жаман ештеңе болған жоқ. Ол адамдар жаңағыдай енді давление көтеріліп кетуі мүмкін деген сияқты ғой. Болмаса кейбіреулер спирттік ішімдік ішіп мінуі мүмкін. Сол кезде де олардың қан қысымы көтеріліп, жаңағындай жоғары давление ғой аспанда, сол кезде шыдай алмай қалуы мүмкін. Сөйтіп естерінен танып қалған кездер өте көп жағдай болады аспанда. Бірақ енді ол жерде не істейтініңізді білгеннен кейін ол жерде өте қатты бір қорқыныш болмайды. Ол жерде бізде қолымызда оборудованиялар бар, жаңағындай кислородный баллон болады, өзімізде демалдыратын жаңағындай пакеттер бар. Болмаса енді Құдай сақтасын, ары қарай прям демал болмай жатса, ол жаңағындай жүрекке массаж жасау деген сияқты нәрселер болады. Бірақ енді ол жағдайға дейін жеткен жоқ, Құдайға шүкір. Бізде тек талып қалған болды. Біз кислородный маска беріп, жаңағындай барлығымыз бір-бірімізге хабарлап, тез солай әрекет етіп, алдын алып, сөйтіп естерін жиғызып,
шайларын кофелерін беріп сөйтіп аман есен жеткіздік баратын жерлер. Жақсы болған екен, қуаныштымын. Енді стюардесса болудың біздің бағанадан бері айтып жатқанымыз кішкене минустары көп сияқты көрінді да маған. Плюстары қандай? Плюстары ол енді әрине жаңағындай 90% скидка деп айтамыз барлығымыз. Күшті деп мен қызғалдым. Басқа елдерге баруға жаңағындай скидкалар бар. Кез келген жерге ұшып бара аласыз. Жаңағы авиакомпания қай жаққа ұшады, сіз сол бағыттарда 90% скидкамен, өте жақсы скидкалар олар, сол скидкамен басқа жаққа бара аласыз. Содан кейін тағы бір плюс, қалай айтсам болады, ол басқа адамдар жұмыс істеп жатқан кезде сіз демалып жатуыңыз мүмкін. Мысалы отпусктар бар. Отпусктар деген сізде жылына бірнеше рет болады. Өйткені отпускты сіз таңдай аласыз. Ол жерде 10 күн бір ай, 10 күн басқа ай, 10 күн тағы 3-ші айда сөйтіп таңдап сөйтіп отпуск ала аласыз. Сол адамдармен көбірек сөйлесесіз, көп жаңағындай опыт жинайсыз, адамдармен сөйлесу туралы, мінезіңіз өзгереді жақсы жаққа қарай, жаңағындай қалай айтсам болады, коммуникабельный болады. Иә, көбірек бір общительная бола бастайсыз. Сөйтіп мінезіңіз жағынан көптеген өзгерістер байқайсыз өзіңізде. Ал жалақы жағы салыстырмалы түрде қандай? Жалақы жағы салыстырмалы, ол жерде точно жалақы жоқ. Өйткені сіздің ұшқан сағаттарыңызға байланысты жалақы беріледі. Ол жерде көп ұшсаңыз, енді әрине көбірек шығады, аз ұшсаңыз азырақ шығады. Енді сезон кезінде, ол жаз кезінде әрине жақсы шығады деп айта аламын, бірақ қыс кезінде төмендейді. Сондықтан да енді точно зарплатаны ол жерде ешкім айта алмайды. Ал мына жаңағы стюардессалардың, жұмысқа енді кірген стюардессалар бірінші сол ішкі рейстерге шығарылады ғой, иә? Или жібере бере ма, қарамай ма? Ойлағаным ғой, жаңа мен мынандай сұрақ қояйын дегенмін ғой. Олар сыртқы жаңағы шетелдік рейстерге шығу үшін біраз уақыт өту керек, тәжірибе жинау керек, соған қарай ма деп? Жоқ, ондай емес. Қандай рейс тұрады, сондай рейсқа жібере береді. Ол мынандай уақыт международный, мынандай уақыт внутренний рейсқа жіберіледі деген нәрсе өзім байқамадым. Қандай рейсқа сіздің уақытыңыз, обучение біткен уақытыңыз сәйкес келіп тұр, сол уақытта сізді инструктормен бірге жібере береді ол жерде. Енді оны тыңдап отырған, бұл эпизодты тыңдаған барлық жасөспірімдер өздеріне қажетті ақпаратты алды деп ойлаймын. Яғни әдемі, күшті болып киініп жүрмейсіз. Міндетті түрде білім керек, шыдам керек. Сондықтан да енді өздеріңіз ойлап көріңіздер, жасөспірімдер. Енді екінші этапқа ауыссақ, жасөспірімдерге арналған ғой бұл подкаст. Сен өзің жасөспірім шақта қандай болдың? Негізі сен 9-шы сыныптан кейін кетіп қалдың, иә? Неге 11-ші сыныпта оқымадың? Енді бұл жерде мен НТ-дан кеттім деп айта алмаймын. Мен НТ туралы кеткен кезде мүлдем ойламадым. Өйткені білмеймін, маған мектепте онша қатты ұнамайтын. Не ұнамайтын? Орта ма, мұғалімдер ма? Иә, орта ұнамайтын маған мектепте. Сондықтан да мен мектептен ерте кетіп қалдым. Енді ол жағынан ешқандай өкінбеймін мектептен. Енді білмеймін, 11-ге неге қалмадым деп ешқашан өкінген емеспін. 9-шы сыныптан кейін колледжға оқуға кетіп қалдым. Өзім қалайтын мамандыққа. Сонда сенде жаңағы орта мен қарым-қатынас бойынша проблема болды ма жасөспірім шақта? Енді біздің кезімізде деп. Біз уже динозавр, ұрпақпыз айта береді. Біздің кезімізде деп. Енді білмеймін, ол кезде қазір қандай екенін білмеймін. Может, ол кезде балалар қатал болды ма, әлде сол кезде бір сондай мәселелер болып жатып, білмеймін енді. Мен онша тіл табыса алмадым балалармен, сондай енді сыныптағы ұлдармен сондай бір мәселелер болатын. Сондықтан да сол сыныпта, сол ортада оқыған маған өте қатты ұнамайтын. Сондықтан да 9-шы сыныпты қалай бітірдім, солай кетем деп өзім мен алдын ала шешіп қойған болатын. Сондықтан қалай бітірдім, солай кетіп қалдым сол жерден. 15 жастағы баласаға қандай кеңес беретін едің? Мен мамандықты көп ауыстырдым, оқуды көп ауыстырдым, сондықтан айтарым, сол кезден бастап өздеріңізге бір жолды таңдаңыздар деп айтқым келеді. Болашақта көп нәрсені өзгерте берудің, ауыстыра берудің қажет жоқ деп ойлаймын. Қазірден бастап өзіңіз не қалайтыныңызды
не істегіңіз келетінін анықтап біліп алыңыз. Өзіңізді қазірден бастап көп нәрсеге барып көріңіз. Қазір өзіңіз үлкен болмай жатып, өзіңіз қазір жасөспірім кезде сізде мүмкіндік өте көп. Сондықтан қазірден бастап көп нәрсеге барып көріңіз. Жаңағындай өнер жағынан барасыз ба, болмаса білмеймін, аспаптарды үйренгіңіз келе ма, болашақта мүмкін сіз бір оркестрда ойнағыңыз келетін шығар, білмеймін, менде ондай да ой болған. Бірақ енді мен оны білмеймін, қандай ойсың да? Жаңағындай скрипкаға барайын ба, пианиноға барайын ба деген сияқты ойлар да болған. Оны білмеймін, не үшін көрмегенімді, бірақ мен көп нәрсені көрдім. Қазір де сіздер жас кездеріңізде сол көп нәрсені көріңіздер, бірақ болашақта үлкейген кезде сіз сол бір-ақ жолмен жүріңіз деп кеңес берер едім. Қазір жас кезіңізде көріңіз, бірақ үлкейген кезде көп нәрсені ауыстыра бермеңіз деп кеңес берер едім. Сен колледжде де Қытай тілі бойынша колледжда мен ағылшын тілін бойынша білім алдым, бірақ қосымша курсқа баратынмын Қытай тіліне. Сол сенде бір Қытайға деген махаббат бар сияқты деп па, қалай басталды, ол неден шықты? Қытай тілін үйрену деген. Қытайға деген махаббат. Менде сол Шығыс Азия елдеріне деген махаббат өте сол жасөспірім кезінен бастап болатын. Жаңағындай F4. Иә, корей тілін үйренгім келе, басқа тілді үйренгім келген. Сөйтіп бізде ол жерде қалада, мен корей тілін таппадым ол жерде ол кезде. Сөйтіп бізде қаладан Қытай тілін ғана таптым. Сөйтіп Қытай тіліне бара салған болатынмын. Сөйтіп енді ол да бір сол Қытай тіліне мен келуіме бір себеп болып тұрған шығар деп ойлаймын. Сондықтан сол кезден бастап мен Қытай тіліне өте қатты ғашық болдым. Сол 16-17 жасымда бардым ау деймін мен Қытай тіліне курсқа, колледжде оқып жүрген кезде. Сөйтіп бірінші барғаннан бастап мен деп бүйтіп қызығып өзім Қытай тілі күшті екен ғой деп сөйтіп күнде келіп үйде мамаларға шкафтың есігін алып бор алғызып сөйтіп иероглифтарды күніге мың рет жазып есіктерге сөйтіп қайталап жаттайтынмын. Үйге келіп мамаларыма тақта алып беріңдер маған, мен тақтаға жазып үйренемін деп сөйтіп күнде иероглифтарды жаттап алатынмын. Диктант жазуға баратынбыз иероглифтардан. Сөйтіп мұғалім сол кезде айтатын, басқа адамдар 5-6 реттен тапсырып жатқан нәрсені сен бірінші реттен тапсырасың деп маған тағы қалатын. Ол не себепті ондай тез үйренесіз? Өйткені сізде қызығушылық болу керек ол нәрсеге. Қызығушылық болмаса ештеңені тез үйрене алмайсыз. Сондықтан қызығушылық ең бастысы деп ойлаймын. Бүгін енді біз эпизодты жазып отырған күн ол 25 мамыр. Біздің мектеп бітіргенімізге 9 жыл болды ғой, иә. Уақыт деп па. Енді мектепке қатысым болмағаннан кейін 25 мамырда күн сияқты. Иә, қарапайым күн ғой. Маған бүгін мен сіңілім мектеп бітіріп жатыр. Маған мамам хабарласып айтады ғой, сендер ұмытып кетпедіңдер ма бүгін 25 мамыр екенін деп солай айтып жатыр. Сондықтан мен бүгін сіңілімді құттықтаймын. Болашағы жарқын болсын, гүлім, біз саған сенеміз, жақсылап ОБТ-ны тапсырып шық. Сен де осы біздің жасөспірімдерге тыңдап отырған тыңдармандарымызға тілегіңді айтсаң. Ой, жасөспірімдер. Өмірлерін енді алда ғой қазір. Енді басталып жатқан кез, өте керемет, жастық шақ. Енді қазір ең бастысы сол ОБТ-дан өтейін деп жатқан адамдар, жасөспірімдер ең бастысы енді сол. Бірақ енді ол болмай қалса да бұл өмірде бәрі бітті деген сөз емес. Сондықтан да әрине одан өтіп кетулеріне тілектеспіз. Қалаған оқу орындарына түсулеріне тілектеспіз. Өздерің армандарыңа жетулеріне сондай бір үлкен қадам басатын кез ғой қазір үлкен өмірге. Университетке түсесіңдер болашақта. Сондықтан да оқуларыңды жақсы оқуға тырысыңдар, қателік жібермеуге тырысыңдар бұл өмірде. Жаңағыдай барлық нәрсені ойланып, сөйтіп жасауларыңа кеңес беремін. Әр таңдау жасаған кезде ойланып барып жасаңдар таңдауларыңды деп айтқым келеді. Бірақ енді қателік жасап жатса, ештеңе етпейді, сабақ алып. Ештеңе етпейді, ол деген қателік деген қалай айтсақ болады, дамудың анасы ғой ол деген. Қателік жасап барып сендер дамисыңдар, өсесіңдер. Енді
қателіктен сабақ алу деген ол ең бір простой сабақ алулары мүмкін, ол енді бұлай жасамаймын деген сияқты. Сондықтан да қателік жасасаңдар, ой болды бітті осымен біттім деген нәрсе болмайды. Содан сабақ ал, бары қарай одан да күшті болуға тырысу керек. Енді не деп айтушы еді, үлкендер таудай талап бергенше бармақтай бақ берсін дейді ғой. Енді сол бақтары мен баптары қатар шабатын, еліміздің өркендеуіне үлес қосатын жақсы азамат болып өссіңдер, қалыптасыңдар. Жасөспірімдер, бүгінгі мереке құтты болсын. Балауса уақыт бөлгенің үшін саған көп рахмет. Бүгінгі интервьюмыздан, бүгінгі сұхбаттан стюардесса болам дейтін қыздардың бәлкім мақсаты айқындалып қалған шығар, оларда бір жалпы мамандық жайлы картина қалыптасты деп ойлаймын. Сол саған көп рахмет. Алдағы жұмыстарына тек қана табыс тілеймін. Ойлаған барлық арман мақсаттарың орындалсын. Көп рахмет саған. Рахмет саған Назира шақырғаныңа. Құрметті тыңдарман, біздің бүгінгі эпизод осыменен өз мәресіне жетті. Міндетті түрде осы эпизод ұнаса, онда лүпіл басып қойыңыздар, пікірлеріңізді жаза кетіңіздер өздеріңіздің, және әрине бізді барлық подкаст платформасынан тыңдай аласыздар. Ұнап жатса, өзге де достарыңызбен, таныстарыңызбен осы подкастты бөлісіп қойыңыздар. Оларға да пайдалы ақпараттар, құнды жақсы ақпараттар жетсін. Біз сіздермен келесі эпизодқа дейін қоштасамыз. Аман есен тілдескенше сау саламатта болыңыздар.